Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Тойбазарова Назым. Қасым Қайсенов кентінің Райымжан Марсеков атындағы орта мектебіндегі 8-ші Б сынып оқушысымын. Бүгін мен қазба жұмыстары бойынша қойылған сұрақтарға жауап берейін деп отырмын. Бірінші сұрақ осындай екен: сені археологиялық қазба жұмыстары несімен қызықтырады? Мені осы археологиялық қазба жұмыстарына қызықтырған Зейнолла Самашевтың өзі болған. Сосын атам мен апамның ауылда жерлесі болғаны, одан кейін осы кісінің көптеген өңірлерде ашқан жәдігерлері қызықтырады. Екінші сұрақ осындай екен: қай кезден бастап туған өлкеңдегі археологиялық қазба жұмыстары бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізе бастадың? Енді осы сұраққа жауап бере кетсем, мен 2020 жылдың қыркүйек айынан бастап осы археологиялық қазба жұмыстарымен айналыса бастадым. Әлі күнге дейін мен осы істермен өте қызығып жұмыс істеймін. Үшінші сұрақ: бұрын археологиялық экспедицияларға қатыстың ба? Жоқ, қатысқан жоқпын, бірақ 25 қаңтарда мен өзімнің ғылыми жобамды қорғау барысында атақты археолог ғалым Зейнолла Самашев мені жазда өтетін археологиялық экспедиция жұмыстарына шақырған еді. Және мен бұл ұсынысты қуана қабылдадым және осы күнді асыға күтудемін. Төртінші сұрақ: зерттеу жобаларын туралы айтып берсек. Мен 2021-2022 оқу жылы аралығында зерде ғылыми жоба сайысына қатысқан едім. Осы жобамның басты мақсаты ол жас археолог мектебін ашу. Және де осы сайыста мен 3-ші орынның егері болдым. Мен осы 3-ші орынға өте қуаныштымын. Және де осы жобамды әлі де жалғастырудамын. Мен 5-ші және 6-ші сұрақтарды біріктірейін деп шештім. 5-ші сұрақ ол жас археолог мектеп үйірмесінің бастамашысы кім болды? 6-ші сұрақ: үйірменің жұмыстары туралы айтып берсең, ол қалай өтеді? Жас археолог мектебінің бастамашысы мен боламын, Тойбазарова Назым. Және де менің жетекшім тарих және география пәнінің мұғалімі Ахметова Назымгүл Айтбаевна. Біз осы 3 жыл аралығында жан-жақты ізденіс жұмыстарын жүргіздік. Және басында айта кеткендей, 25 қаңтарда мен өзімнің ғылыми жобамды қорғау барысында Зейнолла Самашевтың өзі осы үйірменің ашылуына қуанышты болды. Нақты үйірме жұмыстары жайлы айта кетсем, бұл үйірменің өзінің бағдарламасы бар. Бұл бағдарламаға археология деген не, археологиялық қазба жұмыстарында қауіпсіздік, Қазақстанның атақты археологтары және түрлі тарихи ойындар кіреді. Сонымен қатар бұл топқа 11 және 15 жас аралығындағы 15 адам кіре алады. Соңғы сұрақ: белгілі археолог ғалым Зейнолла Самашевтың Ақбауыр кешеніндегі қазба жұмыстарына қатысуға шақыру алған екенсің. Осы туралы айта кетсең. Айта кеткендей, мен бұл экспедицияға шақыру алдым. Және де бұл экспедицияға өзім ғана емес, осы үйірмеге қатысушы 15 оқушымен барайық деп отырмыз. Бұл экспедиция 2 күндік және мамыр айында өтеді. Осы экспедицияға біздің мектеп әкімшілігі қолдауын көрсетіп рұқсатын берді. Осы сұхбатты аяғына дейін тыңдағандарыңызға рахмет айтқым келеді. Сіздермен болған мен, Тойбазарова Назым. Сау сәлемет болыңыздар.